Ақ босаға аттанғаным есімде. Ақ орамал бүркеп алып жүзімді, ақшыл жүзді анам келіп бақ тілеп, ақ ниетпен берген аппақ тілекті. Әр еркекте ұялтпай дегендей, әке отырды басын изеп сәл ғана, әуелгі рет келін болып иеліп, әнтек басымды ие бердім жасқана. Бақыт тілеп жаңа құрған отауға барлық туыс беріп жатты батасын. Бұдан былай басқадамсың, болды деп басымдағы ой сендіре алмай сасатын. 30-ға кеп отау құру оңай ма? Отағасын жүрген біраз жатырқап. Отан болу отбасынан басталады, ойнамай-ақ некеменен дедім рас. Үкілеген үмітімді үй қылып, үлбіреген сезімдерді нығайттым. Үйдің ішін берекеге толтырып, үлкен бақыт келсе екен деп мұңайдым. Ұлым келді, қызым келді өмірге, ұлы сезім жүрегімді баурады. Ұлық Аллах жауап берді дұғама, ұнамайтын сынақтарда болғанды. Өмір сірә сонысымен қызықты, өйткен еш қиындықсыз тағдыр жоқ. Өзгелерге ақыл айтып бұл күні, өзімше абай болып жүрміз тек. Жүрек құрғыр қартаймайды екен ғой, жаутаңдаймыз артта қалған жалдарға, жастық шақта еске алып бір мезет жыр жазамыз жұрттар ұйықтап жатқанда.